Aman olunuzlar. Denesi kuzar karılaşın, elin olsa karı var, askarlı tağday derpe var, ülkende sыйлап құрметтем, қазақтың ата салты бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. 14 наурыз көрісу мерекесіне орай жаңа өмір, жаңа жыл, жаңа күнмен көрісу атты шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Наурыз сөзі нау жаңа рыз күні, яғни жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Наурызда күн мен түн теңесіп, күн жылынып, мал төлдеп бастап, жер көгеріп, ел қуанышқа кенеледі. Шығыс елдерінің кезіндегі күнтізбесі бойынша наурыздың басталуы Хамал, Амал айының бірінші жұлдызы болып есептеледі. Хамал деп отырғанымыз тоқты шоқ жұлдызының ескі паршысы атауы. Күн мен түн теңеліп, Амал кірген сәтте тоқты шоқ жұлдызы туады деген ұғым қалыптасқан. Наурыз сөзі жаңа күн дегенді білдіреді. Ертеде қазақ бұл күнді наурыз демей Амал деген екен. Бұрынғы кезде қыстан аман-есен шыққан халық бір-біріне аман саулығын білдіріп, жаңа жыл келген кезде алыстағы ағайын бір-бірін іздеп көрісіп келген. 14 наурыз көрісу мейрамы. Көрісу күнінде халық қыстан аман-есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысады. Таң сібірлеп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған дастарханын жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп, дастарханға тәтті-тәттісін қойып, үйіп қояды. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен деп, ол бір жасқа есеюімен, осы жылға аман-есен жетуімен дегенді білдіреді. Содан кейін әр отбасы көршілермен көріседі. Жасы кіші отбасы мүшелері жасы үлкен жанұяларға кіріп көрісіп шығады. Міндетті түрде әр адам 3 үйдің есігін ашу керек, яғни түске дейін 3 үйге кіріп көрісіп үлгеруі керек. Бұл жоралғы жыл бойы бабаларымыз тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниетпен туған. Елімізде берік орныққан бұл дәстүр жыл сайын жергілікті халық сағына күтетін бірден-бір салт болып отыр. 14 наурыз күні басталатын көрісу мейрамы жыл бойы жалғасын табады. Көрісуде ауылда болмай, ауылға енді келген адамды көрген кезде амандық, саулықтан кейін бір жасымен деп қол алысуымыз керек екен. Шаттық пен қуанышқа, ақ-бата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болып жатқан осы жұрт қарқынымен жаңа жылды 22 наурыз мерекесін қарсы аламыз. Ақ тілек, бейбітшілік аман болсын. Елім жұртым қадірлі аман болсын. Туғандай бір анадан жамағаттар, достыққа берік мықты адал болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын. Олыс оң болсын, ақ мол болсын. Ал ондай болса, құрметті оқырмандарымыз, бүгін біздің мына шарамызға қонақ болып келіп отырған Сұлтанболовтар отбасы, Сайлау атамыз, Ғалия апамыз және немересін ертіп келген екен. Қош келдіңіздер. Рахмет, айналайын, рахмет. Бүгінгі көрісу мерекеміз құтты болсын, жаңа жылдың басы құтты болсын. Мына көктемнің әдемі мерекесінде бізге әдемі қазақтың салт дәстүрімен көрісіп келіп отыр екенсіздер. Енді Сайлау ата, өзіңіз мына оқырмандарымызға осы көрісу күні туралы өзіңіздің бір ізгі тілектеріңізді айтып кетсеңіз. Әрине, рахмет, айналайын Гүлмира. Біздің қазақтың қанымен, ата дәстүрмен келген ұлағатты мейрамдардың үлкені, ұлысы, үлкен наурыз келе жатыр. Наурыз мейрамының әрбір күнін 10 күнге бөліп, әр күнді қазақ халқы ерекше бағалаған, ескерген, елеген. Соның ең үлкен маңызды күні бұл қауышу көрісу күні дейді. Бұл күннің бір ерекше мағынасы қыс-қыстау кеткен бұрынғы ата бабаларымыз көктем шыға жыл басы келген кезде сол барлық бір жерге басы жиналып, бір жылдың ішінде мысалы алыста жүргеннен кейін арада неше түрлі жағдайлар болады. Сонда мал бастарың аман ба, бір жасқа толуларымен, бір жасқа есеюлеріңмен деп бірін-бірі құшақтап көрісіп, мал бастарын, бала шағаларының амандығын сұрап жатады. Ал енді ағайынның арасында осындай бір кикілжің болып, немесе бір араларында түсінбеушілік болса, сол жаңа 3 үйге кір деген себебі, әрбір үйге кіріп, әрбір үйде ырыс бар, береке бар деген сөз. Әр үйге ізгі ниетін айтып,
осы өткен жылда кеткен қателігіміз болса, немесе бірімізге қылған көңілімізде өкпе назымыз болса, бірімізді кешірейік. Мына жаңа күнге, жаңа жылға жаңа табыспен, жақсылықпен келейік дейді. Қазақтың әрбірі өте орынды, мен өте соған қуанып отырмын айналайын Гүлмира іс-шараны. Не деген керемет. Иә, әдемі мейрамдарымыз, әдемі осындай шараларымыз көп болсын, осындай көрісі күні, амал күні дейміз, Наурыз мерекесі келе жатыр. Ғалия тәте, өзіңіз осы көрісі туралы не айтар едіңіз? Ал енді мен оқырмандарға көрісу күні құтты болсын дер едім. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, бәріне денсаулық тілер едім, ауызбіршілік тілер едім. Бала шағаның қызығын көрсін деп, үлкен болғаннан кейін немере шөберелеріміз жақсы жағдайда өссе екен деймін. Амин. Аумин, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Мынауына Тайлы атамыз біздің қадірменді осы шараларының қонақтарының бірі, өйткені бұл кісі ауылымыздың ардагерлер қоғамының төрағасы. Сондықтан Тайлы ағайын өзіңізден бір әдемі бір ата сұрайық. Иә, атамыз қазақ айтады ғой, жауымен жел көгереді, батамен ел көгереді дейді. Әрине бата берейін, айналайын осындай ұлыстың ұлы күні. Бізді шақырып, жанұямызбен, осы мына көпшілікпен танысып, көп адамдар білмейді. Әр нәрсенің орнын, жонын жас ұрпаққа тәрбиелегендеріңізге сіздерге көп-көп рахмет. Бір батамды берейін. Амин. Я жаратушы Алла, бісміллә деп пісірген Наурыз көже астарың, береке мен бірлік боп ашық болсын аспаның, аман болып отбасың жүзге келсін жастарың, жыл басы Наурыз келгенде Қадыр бабам қолдасын, ескі жылың есіркеп, жаңа жылың жарылқап, еш жамандық болмасын. Еліме келсін тыныш күн, берекесін беріп ырыстың, бәріне бақыт тілеймін, ұлы күні ұлыстың. Аллаху акбар. Не деген керемет жақсы бата. Ал ондай болса, құрметті оқырмандарымыз, құрметті біздің қонақтар, бүгінгі мына мерекеміз тағы да бір мәрте құтты болсын. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш. Осындай мерекеге жете беруге Құдай нәсіп етсін. Рахмет, айналайын Гүлмира. Саған да рахмет, сенің де жанұяңа, айналайын қызым, сенің де жанұяңа бақыт тілеймін. Біз міне бүгін үлкен немеремді алып, жолдасымызбен мына бүкіл халыққа, Жаркент өңірінің жалпы халықтарына рахметімізді айтайық, ізгі ниетімізді. Әрқайсының үйіне барып, әрқайсымен көріспесек те, осы арқылы бәрлеріңізге сәлем айтамын. Әр отбасына, әр жанұяға, әрбір семьяға, жас отауларға бақыт әкелсін. Бір жасқа жасымыз өссін. Еліміз берекелі, бақытты, бай қуатты ел болайық. Рахмет, айналайын. Рахмет. Наннан ауыз тиіңіздер. Болсыншы қабыл батаңыз.